Шыңғырлау ауданында ұлттық спорт қарқынды дамып келеді. Түрлі үйірмелер ашылып, ауыл балалары көкпар тартып аударыспақта бақ сынап жүр. Бекболат Файзуллин былтыр қыркүйек айында Ақбұлақ ауылына көшіп барған. Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі бүгінде ауыл балаларын ұлттық спортқа баулып жүр. Бос уақытында ауыл шетіндегі бос нысанда жаттығады. Осы жерге арнайы жабдықтар әкеліп қойған. Облыстық турнирлерге де қатысып үлгерген. Ең бірінші мақсат біздер балаларды ұлттық салт дәстүрге үйрету негізгі мақсатымыз. Енді бұл жерден осылай осы балалар дайындалып, ішіндегі ынта жігерлері оянып, алға қарай өздері мақсат қойса, чемпиондар шығатынына біз нақ сенеміз, сенімдіміз. Енді алдағы уақытта сол ауылдың балаларынан жақсы бір команда жасақтап, облыс, Қазақстан чемпионаттарында шауып атса, керемет қой. Ал ауылдағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде 2 ай бұрын асық үйірмесі ашылған. Мұнда 20-ға жуық бала қатысады. Оларға асық ойынының қыр-сыры үйретіледі. Асық ату спорты бұл ата-бабамыздан келе жатырған қанымызға сіңген ұлттық спорт. Енді осы спортты біздер қазір жанымызға серік етіп, осы ұмыт қалған спортты балаларға жаңағы үйретіп, жоғарғы деңгейде жеткізгіміз келеді. Ауылымызда Қазақстан Республикасының асық ату спортына қатысушылары және ересектеріміз жеткілікті. Ендігі біздің мақсатымыз осы жас жеткіншектерді ұлттық спортқа баулып, сондай мақсатта жұмыстан жатыр. Ауыл балаларының ұлттық спортқа қызығушылығы жоғары дейді мамандар. Жаттықтырушылардың алдағы жоспары да көп, тек қолдау қажет екенін айтады. Ажар Гүләлиева, Евгения Потапова, Саид Самиғолла, Ақжайық ақпарат.